Біздің аяғымыздың тайқып кетіп жатуы сол асығыстық болғандықтан болады деп ойлаймын. Құран кәрімде де Аллах тағала хулиқал инсану минал ажал деп айтады. Яғни адам асығыстықтан жаратылған. Асығыстық болғандықтан барлық нәрсені тезірек бола салған. Мысалы, бақытты болғымыз келе ма, тезірек бақытты бола салғымыз келеді. Үлкен үйіміз болғанын қалаймыз ба, тезірек болса екен сол дейміз. Не болмаса, бір әшекей алғымыз келеді ма, әйел ретінде тезірек ала салғымыз келіп тұрады. Қолымызға, осымызға тезірек сол түсе салса екен дейміз. Осы асығыстығымыздан, тезірек бола қалсын деген шыдамсыздығымыздан, сабырсыздығымыздан да көбінесе отбасыларда бұзылып жатады. Осы ең үлкен фактор рөл ойнайды да.